мен жас математик әрі жас ақын ретінде өз ойымды айта кетсем. Атам марқұм есімімді Естай секілді ақын болсын деп қойған екен. Яғни мен тек қана математик емес, сондай бір бойыма сондай ақындық қасиетті сіңірген ақын әрі мұғаліммін. Еліміздің, жалпы әлемнің екінші ұстазы, ұлы математик Әбу-Насыр әл-Фарабидің мынадай бір ерекше мәмілесі бар. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Яғни тәрбие мен білім бір-бірімен үйлескенде ғана келешек ұрпақ кемел болады. Жаңа Саясат Нұрбек ағамыз айтып өтті ғой. Алпауыт күйретуші күш ол құндылықтардың құлдырауы, яғни тәрбие мәселесі. Ал жаңа конституцияда осы құндылықтар, тәрбие, ғылым, тағы да білім, осының барлығы мемлекеттің басты бағыты ретінде айқын көрсетілген. Құрметті залда отырған ата-аналар, ата-әжелер, осы игі істер ең алдымен сіздерден бастау алады. Сіздер арқылы болашақ ұрпақтың бойына білім мен тәрбие сәулелі жолмен жетеді. Ал біз секілді жас ұстаздар, жас ақындар, сол құндылықтар ұрпақ бойына сіңу үшін еңбек етуіміз қажет. Демек, жаңа конституция бізге білімді, тәрбиелі, шығармашылыққа қабілетті ұрпақты тәрбиелеуге мүмкіндік береді.